Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін Python бағдарламасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Бізде бүгін break және continue функцияларымен жұмыс. Жалпы ағылшынның break тоқта деген сөз, continue жалғастыру. Осы біздің екі функциямызбен жұмыс жасауды нақты түсіну үшін біз қандай да бір мысалды қарастырайық. Не үшін қажет екенін білейік. Мысалы, қандай да бір айнымалы алайық, i тең 1. Біздің бұрынғы есімізде while циклымызды алайық. Мысалы, ертең болсын 0. Осы жерде мысалға print функциясы саны алайық. Әрбір i үшін менде бір сан қосылып отырсын айнымалыға. Көрейікші жүргізіп, біз не алады екеніміз. Қарап отырсақ, біз шексіз циклды алдық. Бұл жер қараңыздар, қатар саны деп кете береді. Бұны тоқтату үшін пайчарды мынаны басамыз, немесе ctrl-c батырмасын басамыз. Енді мысалы мен бұл есепті қарастырған кезде мына жерде i үлкен 0 демек true деп алсақ та болады. Естеріңіздер ме, яғни қандай да бір while цикл үшін жалған емес, яғни шын шартты операция қолданатын болса, онда біз жаңағы шексіз циклды алатын қайта жүргізіп көрейікші. Иә, дұрыс екен. Енді бұрынғыдай тұра берсін десеңіз, i үлкен 0. Енді мен осындай шексіз цикл мен үшін тиімді, сіздер үшін де тиімді оқушылар. Оны біз қандай да бір шартта оның тоқтағанын қалаймыз. Мысалы, шартты оператор. Егер i-ымыз тең болсын, мысалы 15-ке. Яғни осы тұста бізде ол тоқтау керек. Қайтадан біздің кодымызды оқып көрейік. Мысалы, қандай да бір i тең 1-де және i үлкен айнымалы, яғни i-ымыз 1-де немесе оны 0-ден үлкен кезімізде қатар саны деп кете беру керек, шексіз цикл. Егер қатар саны 15-ке келген кезде бізде Pythonға бұйрық берді, яғни оны тоқтат деген. Көрейік жүргізіп. Дұрыс, мысалы 15-ке келді, арғы 16-ға өтпей қалды. Демек ол break функциясы бізге біздің компиляциямызды тоқтатады екен. Енді тағы да мысал қарастырайық. Бұны алып тастайық. Енді continue үшін. Яғни біздің while'ымыз әрқашанда жалған емес шын болған кезімізде қандай да бір санды айнымалы алсақ, енгізу үшін input арқылы ала берейік. Егер айнымалымыз тең болсын, мысалы exit деген сөзде, exit деген ағылшынның выход деген сөз, яғни сіз қалаған сөз ала берсеңіз болады. Шартты операторы. Осы жерде ол тоқтайды. Ал бізге ол тоқтағанын қалай тоқтайды екенін көрейік. Print. Мысалы біздің айнымалымыз оның несін символының ұзындығын білгім келеді. Көрейікші, не болады екен. Қазір мына жерге x көрейік, мысалы 3 сан. Не алды? Ештеңе жоқ. Енді мына жерде exit деп жазып көрейік. Дұрыс, тоқтады. Яғни біз басқа да сөйлемдерді сандар жазған кезде тоқтамаған циклымыз бізде exit сөзін жазған кезде тоқтады. Енді біз осы break'тегі тағы шарт қойып көрейік. Егер біздің ұзындығымыз, яғни сөйлеміміздің ұзындығы сөйлеміміздің ұзындығы болсын деп көрейік. Continue. Көрейік, не шығады екен. Компиляция жүргізіп көрейік. Яғни мына жерде бірнеше сөз жазып көреміз. Жалғасын тауып жатыр.
отсаңыздар, exit процесс тоқталды. Егер жаңағыдай біздің сөйлемімізде exit болмаса, ол өзінің жалғастырып кете беретінін сіздер байқап отырсаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды, оқушылар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Бұл сабақ әлде жалғасын табады. Подписаться етуді ұмытпаймыз.